Сонымен есептің шарты бойынша кубтың 43 сантиметрге тең. А нүктесінен CD D1 жазықтығына дейінгі қашықтықты табу керек. Шешуі. А нүктесінен C1 D1 жазықтығына дейінгі арақашықтықты табу керек. Нүктеден жазықтыққа дейінгі арақашықтықты табу үшін нүктеден сол жазықтыққа түсірілген перпендикулярдың ұзындығын табуымыз керек. Ол перпендикуляр бізде AD кесіндісі болады. Неге? Өйткені AD кесіндісі DD1 түзуіне перпендикуляр және DC түзуіне перпендикуляр. Квадраттардың қабырғаларынан шығады бұл. Ал жазықтықта жатқан қиылысатын екі түзуге перпендикуляр болатын үшінші түзу жазықтықтың өзіне де перпендикуляр болады деген түзу мен жазықтықтың перпендикулярлық белгісі бар. Бұдан біз AD кесіндісінің ұзындығын тапсақ болады. AD кесіндісінің ұзындығы бізде 3 сантиметр, өйткені ол кубтың қырына тең. Сонымен бұл есептің жауабы 3 сантиметр. Яғни нүктеден жазыққа дейінгі түсірілген перпендикуляр AD, оның ұзындығы 3 сантиметр.